қарап отыра берген бір кезде күйеуім жұмыстан қызын садиктен алып келіп тұр екен, есікті ашып қойдым, қой күте тұрыңдар деп қайтадан есікті жауып алдым да бір кезде. Кешкіге күштілетіп манша жасап беремін деп мақтанып қойған. Үй жайрап жатыр, посуда ол тұр үйіліп сөйтіп жұмыртқасын салып жібердім да қамырымды илеп қандырып қойып қойдым. Бір кезде посудаларымды жуып жатырмын. Бітпейді ғой мына посуда. Қой мына жерде маған фокус-мокус керек дедім да. Үлгермеймін, болмаса фокус-мокус деп тазалап алдым. Bir қарасам газым бетті ағал болып тұр екен. Оны да жуып алайыншы, қасқаны газ деген тағы да бөлініп қалады дедім да. Комет сеуіп жібердім да, жалтыратып мына жаққа да фокус-мокус деп тазалап қойдым. Одан кәдімді алдым да, жақсылап ортасынан бір бөлдім, мәшақ еткіздім да, фокус-мокус деп сыртын ашып тастадым. Одан жуасын қосып жақсылап барлығын араластырып алдым да, қамырымды жұқалатып әдемілеп топ-томалақ қылып жайып, начинкасын салып, бүгіп, астын суын қайнатып қойып жібердім. Бұған да бір 35-40 минуттай керек дедім да, оған дейін есікті ашпай тұрайын, үйім тазалап алайын деп, үйім тазалап жатырмын, бітпейді. Bir кезде қой есікті ашайын деп баратсам, полым лас-лас болып жатыр екен. Оны да сүртіп алайын, ұшып жүрер едім да, сүртіп алдым. Одан кейін айнаға қарасам, айнада қал болып тұрген. Қой оны да сүртіп алайын деп, енді есікті аша қойын десем, әлі тамағым дайын емес екен. Қой кішкене 30 минут ұйықтай тұрсын деп, су апарып берейін, есікті ашып деп, өзім ұйықтап қалыппын ғой.